Сәлем достар. Біз үш жігітті алып doktorga barayın orada. Doktor vakfının parkı var. Достар, біз неге бара жатырмыз? Поликлиникаға. Ибрахим мен Алихан жөтеліп қалған. Екеуін көрсетуге бара жатырмыз. Поликлиникамыз мектептің ар жағында. Мұхаммедтің тісі ауырып жатыр екен. Жаяу жүріп барамыз. Күн жылы. Бала-шағаның температурасы жоқ. Жаяу, әр денсаулыққа пайдалы жүріп барамыз. Мен очкиімді ұмытып кеттім ғой сол. Қазір Алиханның, Ибрахимнің тамақтарын тексереді докторымыз. Одан кейін қайтамыз. Жолдан бері қайтып келе жатқанда айымды мектептен алып магазинге барамыз. Мектептің алдындағы. Сөйтіп бәріміз үйге қайтамыз. Достар, видеоның соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Біздің каналымызға подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, Алиханды қарасаңыздар. Как всегда, бутылкасымен. Қай жақта жүрсе де оның бәрі радио. Ой. Көкенің бәрі жер алып. Mama baksa kimisi. Ау? Doktorga baradi. Мамасы докторға баратын киім киіп апты. Соны айтып отыр Мұхаммед. Мама басқа киініп жүр. Докторға баратын деп соны айтып отыр. Ана аяқта әлі біраз жүреміз. Мектеп қой мынау. Мектептің ар жағынан жолдан өтеміз. Bir остановкадай жүреміз. Достар, біз жақындап қалдық. Ақ машина тұрған жер біздің поликлиникамыз. Ішке қарай бұрылып кіреміз қазір. Мен бала-шағаны көрсетіп шығайын. Одан кейін қалған видеоны түсіріп, айымды алғанымызды, магазинге кіргенімізді көресіздер. Қазір іште адам көп болуы мүмкін. Видеоға түсіріп тұратындай жеріміз қой енді. Біз кіріп шығайық. Қорқпайды екен ғой Алихан, молодец екен. Алло деп жатыр ма? Кім жөтелді? Тіліңді шығар. Деп. Қатты тіліңді шығар. Көреді. Молодец. Достар, біз қайттық. Екі баланың да өкпесі жақсы дейді, бірақ жөтеліне ингаляция алып, назначениелерін жазып берді. Соны алып қайтып баратырық. Қазір енді сағат 10-нан 40 кетті. Айым 10:50-де шығады сабақтан. 10 минутта. Мына жерлерге автобус көріне ме? Осыға дейін барымыз керек. 10 минутта барып, айымды алып, сол жерде магазинге кірем деп. Кеше жылап қайтқан. Кеше телефонымды да ақшамды да үйде ұмытып кеткен ғой. Ертең кіреміз деп айтып едім, сонымен жылап екеуміз ұрсып қалып. Бүгінге уәдемді беріп кеткен бағана. Сабаққа тастап қайтарда кіргізем деп. Сөйтіп қазір айымды аламыз, магазинге кіреміз. Ал. Мынау бабайдың үйі екен қыздар. Бабайдың үйі дейді Мұхаммед. Бабайдың үйіне ұқсаймын екен. Жүріңдер.
Достар, біз аптекадан дәрілерімізді алып алдық. Ингаляция жасайтын. Енді қазір бутылкамыз түсіп қалды. Айым уже мектептен шығатын уақыт болды. 10-нан 52 кетті. Қазір айымды аламыз. Айым десеңдер. Айым келдім дейді. Ayım! Dedim! Жүр, тез жүр. Мұхаммед бар, сен айымды алып шыға берсей. Ол есіктен кірді, айым деп алып шыға бер. Мына жерде оқушылар тұр, осы жерде айым бар араларында. Екеуі кетті, айымды әкелеміз деп. Болды, бер қарай келіңдер енді. Ana burada altından yapma. Мына жер ғой. Бала-шағаны қоймай жатқан жер. Әйте өнді. Не аласыңдар? Сен өзің. Шошка. Шошка аласыңдар ма? Мал жей, анаңдар. Ерке, Алихан. Бала-шағандар алатын нәрселерін алды. Нағыздар, менің қызым болды бүгіннен бастап. Жүр, жолдан өтіп ақ, ашамыз қазір. Тұра тұр, машина өтіп кетсін. Тұра тұрыңдар. Алихан, жүрме, мақұл. Бәрі қалаған заттарын алып, мәз болып кетіп барады. Алихан, босай тез. Болды. Жібектің үйіне келдік, достар. Давай, Жібек, пока. Жүріңдер, тез-тез. Саған, достар. Мынандай бала-шағамен үйге жету, бір жаққа шығу мүмкін емес болып кетеді кейде. Босаңдаршы тез-тез. Ой. Үйге барып жесіңдер ғой қалған. Достар, араларыңызда біз сияқты көп балалы аналар бар ма екен, көп балалы отбасылар бар ма? Комментарийге жазып отырыңыздар. Біз сияқты осылай бір жерге барсаңыздар, бәріңіз шығасыздар ма? Жоқ, әлде ата-апаларына тастап шығасыздар ма балаларды? Бізде Алихан ауырып қалғаннан кейін садиктен алып қалдық бүгін. Кеше де бармады. Мұхаммедтің садикке кезегі әлі келмеді. Айым мектепте, Ибрахим үйде. Сонымен бәріміз үйдеміз, короче. Достар, Мұхаммед мороженое алмадым деп ренжіп, екеуміз ұрсып келе жатыр. Әперем дегесін деп, мен әперем деген жоқпын оған. Олар маған ұрсады. Сен сондайсың, сен бүйтпегенсің, сен үйткенсің, маған бүйтіп айтқасың деп. Алихан, бошы? Ал. Молодец. Жүр. Жаттауыңды айттың ба? Неғып айтпайсың? Сен сонша жаттадың ғой. Айтпайсың ба? Апаймен жаттап келдім, айтайын деп. Кешегі анау партадағы саусақтар дегенді басқа балдар айтты ма? Сен неге айтпадың? Отыра бердің ба үндемей? Ұрсып атыр?
Жоқ, сен айтпайсың ба? Апай мен жаттап келген, мен де айтайыншы деп айтпайсың ба? Бес алып келмейсің ба сөйтіп сабақтан? Ертең айт мақұл. Кеше жаттауымды мен кеше айтпаған, бүгін айтайыншы деп айт мақма. Сен дайындалдың ғой, сонша уақыт дайындалдың ғой, жаттадың. Осындай болып достар бүгінгі видеомыз. Шаршадым, кәдімгідей бүкіл 100% энергиямның 75% кетті ау деймін. Не деген энергияны тартады балалар. Үйге келдік достар. Біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар.